отанын шынайы сүйіп, халқының бақыты үшін күресіп, көтерілістің шынайы көсемі бола білген. Қазақ халқының батыр атанған ұлт азаттық көтерілістің бас сардары Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған халықтың ұлы хас батыры Амангелді атты әдеби сазды кешіне қош келдіңіздер. Алғашқы сөз Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музей директорының орынбасары Ғалия Темірханға беріледі. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер біздің музейге. Айта кету керек, бүгінгі күні осы біздің үлкен қара шаңырақ астында үлкен атамыз, қазақтың қара тізім батыры Амангелді атамызға байланысты кішігірім болса да мағынасы, мазмұны өте зор көрме ашылайын деп тұр. Әрине жаңа айтып кеткендей, Амангелді атамызды біз бәріміз бала кезімізден білеміз. Ол кісі туралы өзіміздің ой пікіріміз бар, және ол кісінің арманын өте тұра осы күнге дейін ол кісінің өмір жолы осы халқымыздың, еліміз бен жеріміздің бүгінгі күнгі тәуелсіздігіне жетуіне өзінің үлкен үлесін қосқан азамат екенін білеміз, бәрімізге мәлім. Біздің музей басқа да музейлер сияқты әрине өзіміздің халқымыздың тарихына, жеріміздің тарихына байланысты көптеген жәдігерлерді сақтап отыр. Соның ішінде көп болмаса да қолымыз жеткен жәдігерлер бізде де бар. Барлық жәдігерлер әрине көп оқиғаны, адам туралы болсын, оқиға болсын, негізі тарихты жалпы тарихтан сыр шертіп отырады. Бүгінгі көрсетіліп отқан кішкентай ғана болса да, бірақ өте мазмұнды көрмемізде Амангелді атамыздан қалған біраз заттар бар. Соның ішінде зат пен документтер де бар. Мысалы айта кетсек, осы Алимей Жангелдинмен бірге болған адамдар ғой, қандай әртүрлі жазбашылар болғанменен де бұл кісілер бірге болғандар біз бәрімізге мәлім. Бір-бірін қолдаған адамдар және осы ұлттық азаттық қозғалысқа үлкен үлес қосқан. Соның ішінде бір қолхат бар. Амангелді атамыздың қолы түрде есептейміз. Әрине бұл осындай деректер болашақта көптеген зерделерді әрине пысықтауды қажет етеді. Бірақ сонда да материалдар жиналғаннан кейін біз қалай бізге кезінде музейге тапсырған адамдардың айтуы бойынша сол музейге атрибуция деген бар. Сол атрибуцияға байланысты біз сол Имановтың өзінің таңдасы деп есептейміз. Әрине біздің осы музейде ол кісінің ұлттық сақталған және де суреттері бар. Сурет болғанда өздеріңіз көпшілік біледі деп ойлаймын. Негізі өзіміздің Қырғызстанның алғашқы кәсіби суретшісі Абылхан Қастеев ағамызды кезінде үлкен бір тапсырма алып, осы Амангелді Имановтың өмірбаянын бәрін қамтитын сурет салу керек деп конкурста болған. Сол кездерде 38 жылдары соғысқа дейінгі сол Амангелді, бүгінгі Торғай облысы Амангелді районы бар. Өздеріңіз білесіздер, Амангелді атамыздың атынан қалған. Мен негізі сол жақтың қызымын, Торғай облысының туған кезінде сол атамыздың ауылына барып, сол кездерде жаңа Қастеев аталарымызда сол кісінің суретін салған екен, және де ол кісінің суреті өкінішке орай өзінің таза суреті, фотосуреттері қалмағандықтан сол кездегі сарбаздар, қалған сарбаздардың әңгімесінен өзінің ауылдастары мен туғандардың
айту бойынша үлкен портрет жазылған. Бүгінгі біз көріп жүрген Амангелді атамыздың портреті сондай орысша айтқанда собранный образ дейміз ғой, бірақ өзінің туыстарына келтіріп, жаңағы Жангелдінің сөздері бар десіз, Амангелді тура қарағанда кәдімгідей өзі оттай жанып тұрған батыр екенін көргендей, тіпті көзін қарағанда өзімізді бүйтіп алып басқашқа қараушы едік деген сияқты көптеген жазбалар бар, білесіздер. Сондықтан ол кісінің шынайы қазақтың ұлы қасиеті болғанын соның бәрі дәлелдеп отыр. Сол портреттері бізде бар. Кейбір мылтық қару-жарақтары бар. Сол қару-жарақтардың сол кезде сақталып қалған дүниелердің суреттеріне бар, қасиетіне салған суреттері бар. Ал енді біз неге қасиетіне жаңағы Амангелдіге қосып айтып отырмыз? Өйткені Амангелді атамыз да қазақтың ұлы батыры, аңызкер ағамыз болса, біздегі ағамыз да этнофор болған кісі, яғни ол кісі өзінің ауылды жерде өсіп, сондай өзінің ауылындай Торғай ауылына барғанда көргенін шынайы салған, оны жаңа суретші ретінде өтіп майлап көркейтіп салған адам емес, шынайы қасиетін көптеген алғашқы жылдары салған суреттер арқылы біз бүгінгі күні өзіміздің қазақтың мәдениеті мен этнографиясын зерттеп отырмыз. Сондықтан ол кісінің суреттері біз шынайы қазақи, шынайы салған суреттер деп есептейміз. Оны да біз көне тұрғыда зерттеліп жатыр, зерттеліп дәлелденіп те жатыр. Осыған орай әрине Амангелді атамыздың портреті шынайы деп есептейміз. Тағы бір айтып кететін жағдай, әрине Амангелді атамыздың есімі біздің қазақтың ұлт-азаттық қозғалысына байланысты. Сол 1916 жылдары Ресей империясының патшалығы өзінің саясаты бізге үйлеспей, соған қаншама халық көтеріліске шықты. Өздеріңіз білесіздер, ол Жетісудан басталды, кейін біздің Торғайда, Ырғыздарда, Ырғыз жерлерінде, аймақтарында басталып еді ғой. Білесіздер, Амангелді атамыз бүгінгі күні сол кезде, жас кезінде болса да, өзінің батыршылығымен мына ұлт-азаттық қозғалыстың дәрежесін біліп, сол кезде сол басшы болатындай қалыптасқан жасына келгенде, осы ұлт-азаттық қозғалысты бастаған. Білесіздер, советтер кезінде әртүрлі пікірлер болып жатты, бірақ шынайы келгенде біздің қорымызда суреттер бар. 30-шы жылдары қаншама жылдар өткеннен кейін суреттелген сарбаздары бар, өздерінің жаңа мылтық оқтарын ұстап тұрған суреттері бар. Сол Амангелді, бүгінгі Амангелді ауданындағы, өзі болған ауылындағы сол кездегі штаб болған ғимараттың суреті бар. Яғни тарихты дәлелдейтін заттар осы фото-деректер және заттар. Ал бүгінгі күні біз білеміз, осы Амангелді атамыздың қасында жүрген жаңағы кейбір батыр ағаларының аталарымыз бар, басқа да көптеген мың бастар бар, 100 бастар, олардың суреттері біраз сақталған. Бізде біраз сақталды, көбінесе Қостанай облысында, Қостанай қаласындағы үлкен музейде де сақталып келді бүгінгі күні. Сондықтан әрине мен бүгінгі күні осы ғылыми зерттеу жұмысының аясында жүрсем, осы музейдің жаңағы зерттеу жұмыстарының аясында осы ұлттық азаттық қозғалыстар туралы үлкен зерттеулер өтіп жатыр, жазылып жатыр. Біз оны ары қарай да зерттей береміз. Сондықтан сіздерге бүгінгі күні осындай ұлы көрме, ұлы мереке, ұлы іс-шара деп елестетіп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Негізі осындай үлкен аталарымыздың, өздеріңіздің де аталарымыздың, қазақ халқына осындай өмірді, еңбегіне сіңірген ата-бабаларымыз болып жатса, музейге сақтаған, сол кісілердің заттарын сақтаған абзал өткені. Бүгін біз оны түсіндірсек, ұрпақтарымызға біз ата-ана осыны түсіндіріп бере алсақ сақтайды. Түсіндіріп бере алмай жатқан жағдайда біздің ұрпақтарымыз сақтамай қалуы да мүмкін.